Бәріңе сәлем. Бір аптадан бері тиктокқа прям ойға да шықпай кеттім, видео салмай кеттім. Оның себебі қазір видеоның соңына дейін көрсеңіздер барлық түсінікті болады. 22 наурыз күні апортта жүрсем, осындай керемет құмыра жасап жатыр екен балалар. Сонымен қызығып кеттім да. Негізі қолөнер бұйымдарын жасаған маған өте қатты ұнайды ғой. Сонымен күйеуім жасайсың ба дейді. Я, жасаймын дедім. Сөйтіп отырып осы жерде өзіме ұнаған құмыраны жасадым. Осы жерде бір тәте көмектеседі өзі қалай жасалу керектігіне. Сонымен жасап болғаннан кейін сыртына әдемілеп узорларын бастым, өзіме ұнаған узорларын бастым да. Сосын кепкеннен кейін үйге алып кеттім. Яғни 1000 теңге төлейсіз, өзіңіз жасайсыз, өзіңіз узорын саласыз, сосын үйге алып кетесіз. Мен үйге әкеліп қойдым, кепті, керемет болып шықты. Енді білмеймін не салып қоятынды. Содан кейін үйге келіп шайымызды ішіп бәрін болғаннан кейін суым кетіп, скорый шақырып сол больницаға қарай кеттім. Босану бөлмесі мынау. Сөйтіп ұлым өмірге келді таңғы 7:30-да, Аллаға шүкір. Сосын күйеуім осындай букет әдемі гүл сыйлады. Сөйтіп аман есен үйімізге келдік. Екі басымыз үшеу болды.